Балаға осында рахмет, келіндерге бауырларыма рахмет айтып жатырмын. Соның ішінде мен енді мына Баян деген ақ жеңшем бар менің. Бұл кісінің еңбегі, бұл кісінің қызметі бөлек. Бұны атап айтпауға болмайды. Менің қалдыр көкемді бір минутқа да, бір сағатқа да бір күнді айтпай қоймайды. Жанынан шықпайды, тастамайды. Ақ тарап, ақ киіндіріп, Құдай қаласа міне менің бауырымды мұнтаздай қылып, тап-таза қылып қарап жатыр. Рахмет, атасына рахмет. Осындай қызды дүниеге әкелген менің құдам менің құдағиыма рахмет. Ол кісілердің жатқан жерлері жайлы болсын. Баян жеңшеміне мен өзімен еттесем, осы Баян жеңшеме қатар-қатар босата тілеймін ғой. Осы Баян жеңшеме Алла күш берсін, осы Баян жеңшеме Құдай қуат берсін деп мен әрдайым тілеп жүремін. Өйткені менің бауырыма азаннан кешке дейін күндіз-түні осы Баян жеңшем қарап жатыр, осы кісі жарап жатыр. Келіндер де балдар да қарайды ғой, бірақ жеңшем ұқсап бәрібір қарай бермейді да менің. Сондықтан жеңше сізге рахмет айтайын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Дүние тұрғанша тұрыңыз. Құдай қаласа міне екеулеріңіз сөз жасаңыздар. Еш уақытта жамандық көрмеңіздер. Қалдар көкемін жасыңызға жас қосыңыз, басыңызға бас қосыла берсін. Немелі шөбере сүйіңіз Құдай қаласа. Немелілер бар, шөбере сүйіңіз Құдай қаласа. Сөз жасаңыз. Сіз бақытсыз, еш уақытта мұңаймаңыз. Балдарыңыз бар, мен Баян жеңшем сияқты сүйген жарыңыз бар, Құдай қаласа еш уақытта мұңаймаңыз. Сіз әрдайым осы меймандардың ортасындасыз, осылардың қуанышына біргесіз, сіз де біргесіз, Құдай қаласа міне. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, еш уақытта қартаймаңыз. Әлемдегі бар жақын тілеймін, жеңше. Рахмет, міне, аман болыңыздар.